Сәлем достар, бүгін венский вафли дайындаймын. Бұның құрамы қарапайым әрі өте жұмсақ болып піседі. Балаларыңызға да өте қатты ұнайды. Жасап көруге кеңес берем, және де видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, содан кейін қантымызды, ванилин қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен сүтімізді, ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін крахмалымызды қосамыз, және үстінен ұнымызды қосып, ең соңынан қопсытқышымызды қосамыз. Ұнды електен өткізгеніңіз дұрыс. Мен үнемі електен өткізіп саламын. Енді түйіршік қалдырмай жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне бізде вафлиміздің тестісі дайын болды. Енді формамызды осылай майлап аламыз. Жақсылап майлап қыздырамыз. Міне енді формамыз қызып дайын болғаннан кейін үстінен тестімізді құямыз. Бетін толығымен жауып құямыз. Ортасына қалдырсаңыздар төртбұрыш шықпайды, домалақ болып кетеді. Сол себепті жан-жағын барлығына тигізіп осылай тестімізді құйып шығамыз. Енді екінші бөлігіне де дәл солай құямыз. Енді формамызды жауып, екі беті қызарғанға дейін қалдырамыз. Міне бізде дайын болды. Беті кішкене осылай ақшылдау болып тұрады, бірақ арасы құрғақ болады, уайымдамаңыздар. Енді кезек-кезек келесілерінде дәл солай құйып, жаңағыдай пісіріп алатын боламыз. Бұл вафлиді пісіру кішкене уақыт алады, бірақ жегенде өте дәмді, печенье сияқты өте жұмсақ болып піседі. Міне келесіде дәл солай дайын болып пісті. Енді алып келесілерінде дәл солай пісіріп аламыз. Міне бізде вафли пісіп дайын болды. Әдемілік үшін үстінен қант ұнтағын септім. Сіздерге ұнамаса қолданбасаңыз да болады. Менің арнама тіркеліп, жылы лебіздеріңізді, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.